Бүгінгі музыка сабағымыздың тақырыбы интеллектуалды музыка. Сабағымыздың оқу мақсаты тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен қатар өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау. Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану. Сабақтың мақсаты Абай Құнанбайұлы мен Дәулеткерей Шығайұлының шығармашылығымен таныс боламыз. Және Абайдың көзімнің қарасы әнін тыңдаймыз. Дәулеткерей Шығайұлының қосалқа күйін тыңдаймыз балалар. Енді интеллектуалды музыка деп күрделі құрылымды, терең мағыналы, ауқымды, ойлы шығармаларды айтуға болады. Мұндай туындылар орындаушыдан асқан шеберлікті және тыңдаушыдан да мол түсінікті қажет етеді. Қазақтың ән күйлерінің ішінде философиялық терең ойға құрылған кемел туындылар баршылық. Солардың бірі Абай әндері және Дәулеткерейдің күйлерін осындай шығармалардың қатарына жатқызуға болады. Осы 2020 жылы Абай Құнанбаевқа 175 жылдығын тойлағанымыз естеріңізде балалар. Енді осы Абай Құнанбаев қазақ халқының мәдени, рухани әлемінде ерекше орын алатын қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, педагог. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Шыңғыстау өңірінде дүниеге келген. Абай қазақтың музыка тілін абайлық стильмен байытқан, көптеген әндер тудырған жаңашыл композитор. Абайдың домбыра шерткендігі бізге белгілі. 3 ішекті домбырасы ақын мұражайында сақталған. Абайдың 8 аяқ, қор болды жаным, айттым сәлем қаламқас, желсіз түнде жарығай, көзімнің қарасы, қараңғы түнде тау қалып, Татьянаның әні және тағы да басқа әндері қазақ арасында кеңінен танымал. Енді балалар, бүгінгі біздің өтетін музыкамыз көзімнің қарасы әні. Мұқият видеоны тыңдаймыз. Әніміз көзімнің қарасы. Балалар, сендер осы қазір әнді тыңдай отырып, қандай көңіл күйде болдыңдар? Қандай көңіл күйде орындалған ән? Кім айтады? Айта ғой. Мұңлы, сазда жазылған бұл ән. Және көзімнің қарасы әні қандай тақырыптарда жырланған? Яғни, ал тұрып жауап береміз, Аружан.
Интеллектуалды музыка, я? Себебі мағынасы терең, я? Терең ойлы, күрделі шығарма екен, я? Осы көзімнің қарасы әнін бұрын соңды естігендерің бар ма? Қайдан естідіңдер? Аружан, айта қойшқан? Менің әжем осы өлеңді айтатын, мен бірге қосылып айтатынмын. Дұрыс айтасыңдар, балалар, дұрыс. Жарайсың. Енді балалар, келесі осы интеллектуалды музыкаға біз Дәулеткерей Шығайұлының күйлерін де жатқызсақ болады, я? Ол Батыс күйшілік мектебінің аса көрнекті тұлғаларының бірі. Бұрынғы Бөкей ордасында, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Орда ауданы Қарамола деген жерде дүниеге келіп, өзінің ата қонысынан топырақ берген екен. Қазақ халқының аспаптық күй өнерін дамытушы, ел арасында бапас күйші атанған екен. Дәулеткерей төре күйлерінің дәстүрін бір жолата орнықтырып, төре тартысты тұтас бір мектеп ете алған адам екен. Сондықтан да болар Дәулеткерейді академик Ахмет Жұбанов төре күйлерінің атасы дейді. Дәулеткерейдің көркем ханым, жігер, құдаша, қосалқа және байжұма тағы да басқа күйлері халық арасына кең танымал. Қазір балалар, біз осы Дәулеткерейдің қосалқа күйін видеодан тыңдаймыз. Олай болса, балалар, енді бүгінгі сабағымызда осы қосалқа күйін тыңдадық, я? Енді осы қосалқа күйін бағанағы тыңдаған көзімнің қарасы әнін біз қандай музыкаға жатқызады екенбіз? Интеллектуалды музыка қатарына жатқызамыз, я? Яғни интеллектуалды музыка дегеніміз сонымен интеллектуалды музыка дегеніміз не екен? Айта ғой, Кәусар. Күрделі құрылымда терең ойлы Ағылды шығарма, дұрыс айтасың, жарайсың. Келесі, Абайдың тағы қандай өлеңдерін білесіңдер? Тұрып жауап берейік шыққан, кім айтады? Ақбота, желсіз түнде жарғай, тағы да Аружан, келесі, қор болды жаным. Тағы да басқа әндері бар екен, я балалар? Енді Дәулеткерейді ел арасында қалай атаған екен? Айта ғой. Дәулеткерейді ел арасында төре күйлерінің атасы деп атап кеткен. Дұрыс балалар, жарайсыңдар.